Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай керемет тоқыманың түрін ұсынатын боламын. Ең әуелі менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Тоқымамызды бастаймыз. Әуелі осылай әдеттегідей тоқымамыздың басын бастап аламыз және 3 баған жасайтын боламыз. Екі ілмек іліп және 3 баған жасаймыз. Бізге барлығы 12 баған қажет болады. Он екі бағанымызды жасап алдық. Енді жібімізді түйіндейміз. Жібімізді түйіндейміз. Түйіндедік. Енді осы жерден 3 ілмек іліп аламыз. Енді баған жасайтын боламыз. Осылай бірінші бағанымыздың ортасынан аламыз. Осылай ортасынан бір баған жасадық. Енді бағанымыздың үстінен келесі бағанымызды жасайтын боламыз. Осылайша бір бағанды үстінен алып отырамыз және бір бағанды ортасынан алып отырамыз. Осылай екі ораммен дәл видеодағыдай жасайсыз. Бізде сол кезде керемет бедер түсетін болады. Және осылай бір баған жасап, екі ілмек іліп алатын боламыз. Бұл бізде бұрыш. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір мәрте көрсетіп өтейін. Осы бағанның үстінен аламыз. Және бағанымыздың ортасынан аламыз. Осылай кезек-кезек тоқып отыратын боламыз. Осылай бір ұзын баған жасадық. Енді қысқа баған жасаймыз. Екі ілмек іліп алып, және қысқа баған жасайтын боламыз. Осы жеріне шатасып кетпеңіздер. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір мәрте көрсетіп отырмын. Мұқият қарап алыңыздар. Бірінші бедерімізді осылай жасадық. Енді жібімізді түйіндейміз.
жібімізді түйіндеп келесі жібімізді қосып аламыз. Осылайша үш түрлі жіппен тоқитын боламыз. Жібімізді қостық, енді үш ілмегімізді іліп аламыз. Ортасынан алдық, енді бағанымыздың үстінен аламыз. Осылайша әрбір тіктөртбұрыштың бір қабырғасына 4 бағаннан қосып отырамыз. Өте оңай. Бірден үйреніп аласыздар, тоқып көрсеңіздер. Осылай тоқи бересіздер. Міне, енді 4-ші қатарды жүріп жатырмыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір мәрте көрсетіп өтейін. Бағана айтқанымдағыдай, әрбір қабырғасына 4 бағаннан қосып отырамыз.
Міне бізде осындай керемет бедер шықты. Тоқымамыз дайын. Назар салып көргендеріңізге көп рахмет.